Дүниеге келгенімнің өзі бір жетістік. Бұл мен, Абай Лаура Асхатқызы, ағылшын тілі пәнінің мұғалімі. Мектепке барғанымның өзі бір жетістік. Әнші балапан байқауында ән айтып, марапатталғанымның өзі жетістік. Өнермен қатар білімді де бірге алып жүріп, мақтау қағаздарын алғанымның өзі жетістік. 9 жылдық оқуды аяқтап, Алматы экономикалық колледжіне қабылданғанымның өзі жетістік. Колледж қабырғасында жүріп, жаңа есімдер 2012 атты байқаудан гран-при алғанымның өзі жетістік. Рауан атты республикалық конкурсқа қатысып, 2-ші орын алғанымның өзі жетістік. Колледждан кейін 2015 жылы жоғарғы оқу орнына 2 шет тілі, ағылшын, түрік тілін таңдап, оқуға түскенімнің өзі жетістік. Халықаралық жоғарғы оқу орнында білім алғанымның өзі жетістік. Жас болып, ойнап, күліп, студенттік шағымды қызықты өткізгенімнің өзі бір жетістік. Қолыма диплом алып, маман атанғанымның өзі бір жетістік. Қазіргі уақытта ұлағатты ұстаз болып жүруімнің өзі жетістік. 2019 жылы Алтын ұя, білімі жоғары, ұжымы тату, басшылары қатал, жастары талантты, оқушылары әдепті, номері 172 мектеп гимназиясына қабылданғанымның өзі үлкен жетістік. Мектеп қабырғасында жүріп, жетістіктерге жеткенімнің өзі жетістік. Гарвард мектебінен сертификат алғанымның өзі жетістік. Түрік мемлекеті, Март университеті, қатылым белгісі, çocuklara İngilizce öğretiminde ойынлар, балаларға ағылшын тілін ойын түрінде жеткізу, сертификат алғанымның өзі жетістік. Бәрін айтта бірін айт, жетістіктер жетерлік. Солардың бірі қазіргі таңда қоғамда мұғалім жайында қалыптасқан стереотиптер. Достарым мен жайында не ойлайды? Ата-ана баласы жайында не ойлайды? Use talk or writing as a means of reflection on the exploring a rank of perfection of. Мен оқушыларым жайында не ойлаймын? Оқушыларым мен жайында не ойлайды? Шіркін, өскенде Лаура Асхатқызы секілді керемет мұғалім болсам ғой. Адамдар мұғалімдер жайында не ойлайды? Мә, зарплата түсіпті ғой? Ақшаны тағы көбейген ба? Енді ақшаны души шашатын болдық қой. Болашақтағы арманым осылай әдемі қартайып, PhD доктор, педагогика ғылымдарының докторы болу. Жас маман, сәттілік.